Ақтаудағы теңіз жағалауында итбалық пен бекіренің мүсіні алынып тасталды. 2022 жылы орнатылған бекіре инсталляциясының ұзындығы 13, биіктігі 1,9 метр еді. Ал итбалық мүсінінің биіктігі 2,3 метрді құрады. Алайда кіші архитектуралық нысандар биыл наурыз айында алынды. Өйткені вандалдар қоғам мүлкін талқандап кеткен. Жауаптылар алдағы уақытта қалпына келтірілсе, қайта орнатпақ ниетте. Айта кетейік, теңіз жағалауында 10-ға жуық шағын архитектуралық форма бар. Алып тастаймыз дейтін шешімге келдік. Оны алдағы уақытта бізде абаттандыруға жауапты мердігер мекеме анықталғаннан кейін қалпына келтіру мүмкіндігі қарастырылатын болады. Қалпына келетін болса, қайтадан орнатамыз. Қалпына келтірілмейтін болса, қайта орнатылмайтын болады. Тек теңіз жағалауында емес, жалпы қала бойынша орнатылған барлық архитектуралық формаларға тұрғындар үшін, келген туристер үшін қойылатын ескере отырып, қала тұрғындарынан қала мүлкіне ұқыпты қарап, зиян келтірмеу сұралады.